Жолаушының жолақысы. Бірде Ұлықпан хакім жолда бір аттылы кісіге кез болады. Екеуі әңгімелесіп, бір ауылдың шетіне ілінеді. Күн кешкіріп қалған кез екен. Ауыл іргесінде бір топ бала ойнап жүреді. Бір кезде олардың ішінде ересектеу біреуі жастауын байқамай ұрып өлтіріп қояды. Өлген баланың шешесі қарғанып: «Ойбай көктенек, шалғызымның түбіне жеттің-ау» деп еңіреп, әлгі баланың желкесінен кесаппен түйіп қалады. Соққы қарағысқа тиіп, бала сол мезетте жан тапсырады. Оны көріп екінші баланың әкесі жетіп келеді. Ақылын ашуыза билеп, әйелді сойылмен соғып мерт қылады. Осылайша 5 уақыттың ішінде 4-5 адам қаза тапты. Мына оқиғадан Ұлықпанның жаны түршікті. Бұрылып серігіне қараса, ол селт етпестен көз алмай қарап тұр екен. «Ау ағатай, жазықсыз жандар шыбындай қырылды ғой. Бұл не сұмдық? Барып ажыратпаймыз ба?» деп атын тебіне бергенде, әлгі кісі қолын ұстап үндемей тыныш тұр. «Мұның бәрін жасап жатқан мен» дейді. Ұлықпан оның Әзірейіл періште екенін сол кезде бір-ақ білді. Бұлай шыға бере: «Уа Әзірейіл, әп-сәтте бірнеше адамды бақиға аттандырдық. Менің қанша жыл ғұмырым қалды, айта аласың ба?» деп сұрайды. «Үйленіп, некеңді қидырған күнің ертеңіне өмірің үзіледі. Ажалды шымылдықта күтіп алуға қамдана бер» деп атын қамшылап кетіп қалады. Ұлықпан әлі үйленбеген бозбала жігіт екен. Сол күннен бастап Ұлықпанның ішкені ірің, жегені желім болады. Уайымнан жаға суалып, жүзі қуарып, жүдеп кетеді. Ауыл-ауылды аралап, үйленген күннің ертеңіне өлетін адамға кім тұрмысқа шығады деп сұрайды екен. Мұны естіген қызы бар адамдар: «Мұнан неменің есі дұрыс емес шығар. Үйленбей жатып көктей сұлатын жігітке кім қызын береді?» деп сөгеді екен. Бір күні ажалға да айлы табылатын ақылды бір қыз Ұлықпанға тұрмысқа шығуға келісім береді. Екеуі отау құрып шаңырақ көтереді. Неке түні келіншегі: «Ертең періште жаныңды алуға келгенде сен оған: екеуміз сапарлас болып едік. Жолаушының жолақысы деген бар. Сол ақымды қайтар деп, сонда ол тілегіңді айт дер саған. Сен Құдайдан 1000 жыл ғұмыр алып бер деп қолқа сал» дейді. Таң атпай Әзірейіл де келіп жетеді. «Ұлықпан, дәм тұзың таусылды. Кеудеңдегі жан аманатты тапсыр» дейді Ұлықпан. «Әй Әзірейіл, екеуміз сапарлас болып едік. Менің жолаушылық ақымды бер» дейді. Әзірейіл: «Уақытың тым аз, тез айт» дейді. «Маған Тәңірден 1000 жыл ғұмыр сұрап алып бер. Әйтпесе жол ақымды ақиретте сұрап, жағаңа жабысамын» дейді. Әзірейіл мұна сөзі естігені сілейіп тұрып қалады. Сосын Алладан: «Уа жасаған, Ұлықпан менен жолаушылық ақымды бер» дейді. Ақысына 1000 жыл ғұмыр тілейді, не істейін дейді. Пендемнің өлетін күнін айтпауың керек еді. Ол қайғырып уайымға салынды. Оның жол ақысын талап етіп қолқа салуы орынды. Әділдік заңы бойынша оның ақысын толтырып беруге міндеттіміз. Мен жомарт Құдаймын. Сұраған 1000 жыл ғұмырын бердім» дейді Хақ Тағала. Ақылды әйелінің арқасында Ұлықпан 1000 жасаған екен. Қапияда қатын ақыл табады деген сөз осыдан қалған екен. Содан бері ел арасында жолаушы ақысы, дос ақысы деген сынды салттар пайда болыпты.